Қазақстан халқының тілдері күніне орай 1-30 қыркүйек облыс бойынша тілдер айлығы деп жарияланды. Аталмыш айлық Павлодар облысы мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен өткен облыстық байқаумен ашылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мемлекеттік тілде үздік қызмет көрсету атты сайыс биыл 2-ші мәрте ұйымдастырылған. Шара мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтіп, тіл мәдениетін арттыруды мақсат етіп отыр. Жалпы бүгінгі байқаудан осы мемлекеттік мекемелерде болмасын, жеке кәсіпорындарда болмасын, мемлекеттік тілде халыққа қызмет көрсету сапасын арттыра түсуді, сол қызмет барысында мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз етуді, аясын кеңейте түсуді мақсат етіп отырмыз. Жалпы тартыс өз деңгейінде тартыс өтеді деп сенеміз. Қатысушыларымыздың бәрі мықты, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондықтан қызықты тартысты сайыс күтеміз. Мемлекеттік тілдің мерейін асыру мақсатында өткен байқауда 5 топ бақ сынады. Қатысушылар мемлекеттік тілді білудің халыққа қызмет көрсету саласындағы маңызын ерекше атап өтті. Халық әрдайым бізге келеді. Қазақ тілін қалай да болса насихаттау маңызында өз-өзімізді көрсету керекпіз. Қазақ тілін білетін кісілер өзіміз қазақ халқымыздың келеді және де қызмет көрсету және банктың технологиялар арқылы қазір цифровизация деген нәрсе бар. Қалай болса да қазақ тілін кеңейту керекпіз. Осы қызметте 15 жылдай жұмыс істеп атқарып келемін. Осы ойын қазақ тіліге байланысты мемлекет тілімізді өркейтуге осы сайысқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Үлесімді біраз болса да қосуыма тілектеспін. Осындай ойындар көп болсын деп ойлаймын. Біздің жастарымызға біраз үлгі ретінде. Сайысқа қатысушылар мемлекеттік тілді білу деңгейлерімен қатар шығармашылық сайыстар кезінде тапқырлықтары мен кәсіби шеберліктерін танытты. Терминдерді қазақ тіліне аударып, тақырыпқа сай көріністерді көрсетті. Мына жерден ашып, мына жерден қарай аласыз. Көрдім. Рахмет, өркеніңіз. Тілдер айлығы шеңберінде облыс деңгейінде 150-ден астам іс-шара ұйымдастырылатын болады. Олардың қатарында байқаулар, дөңгелек үстелдер, конференциялар және концерттік бағдарламалар бар. Жұлдыз Қабылденова, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.